Акшамыңыз хайыр, бүгін февралын 9 жұма күні бұйы ТВ. Біз сізге Украинада олып кешкен вақалар ақында тариф етеміз. Украина тышқы ішлер незерлігі Русияда қанунсыз жыма күм етілген Павлу Грибке әжелі суретті Украина яда четтел екімлеріні көрсетмеге талап еті. Нәзерлікті Русияның тібиет адамларының көрсетілмесіне невбеттіке редживабына қаршы қатин аразылық бүлдірілі. Тышқы ішлер незерлігі халқара шереклеріні Москваға дипломатик басымына артырмаға чағара. 19 yaşında Павлу Грибні Русия мақсус қызметлері август айында Русияды тұтып эсир еткен еді. Оғлан ичтимай ағларда қызнен танышып, онен көрішівге кеткен еді. Фақат евіне ойледі қайтмады. Сентябрь айында оның Русияның Краснодар СИЗОсында бұлынмасы беле олды. Махкеме апсте бұлынып мұдетіні 2018 сенесі мартның 4-не қадар ұзатты. Украина шарқында зедиетнің мейданға кетірілмесі үшін Русия месулиетлідір. Бұл бүлдіруфілі ОБСЕ даими шурасының отырышында тішкелет янындаки Америка бірлешкен девлетлерінің ішлері бұйынжа мувақат елбашчы Гарри Камян чықышта бұлынды. Оның сөзлеріне көре Русиядан бастаки күчлеріні идаре еті. Оларға селя береве угреті. Камян дегені кеби тек Кремльнің сессий иредісі олғанда Украинада ғайрыдан барышық тікленір. Әмді Америка бірлешкен девлетлерінің Украинаның халқара севиеде танылған сынарларының құрылмасына иссе қошажағына да қайд еттім. Киевнің Печерск район махкемесі Мелекін қалябы іштіракчелерінің атып ұлдырылмесінің тешкіл етуінде Қачақ президент Януковичның қабаты бойын Жинаидованы ғияби суретте тақықытмеге изін берді. Шифатны баш прокуратура дорт айы велсі берген еді. Януковичның имайысы ішні ұзатыра. Адвокатлары отырышларға келмей. Прокуратура Януковичның 2014 сенесі февраль 18-і егірмісі арасында файлерінің құтлеви ұлдырылмесіні тәшкілве идаре еткені бойынша дәлелерінің мевжут олғаныны білдіре. Қабатлы үйде тарафының малуматына көре, Майдан адеселерінің 466 штыракчысы зарар көргенлер сырасына көрсетілген. Кремль незаретінде чалышхан Қырымның юқары махкемесі Вадия Кашка давасы бойынша истинав шекетінің бақылмасыны лягу еті. ФСБ эсасы суретте Қырым татар милли әрекетінің дорт фааліні жерарлықта қабатлай. Бұлар Бекер Дегерменже, Асан Чапух, Кезим Аметов ве Руслан Трубач. Тевков мудетлерінің ұзатырылмасы ақында малумат екенжі кере башланғыч махкеме йоланыла. Давакине да башланғыч махкеме йоланылды. Насалдыр бір етішмезлік ве бұзылыларының йоқ етілмесі үшін. Кене де бізні кимсе хабердер етмеді. Тайын еткенлерде телефон васысынен хабер берелер. Кері қайтарылғанда есе адвокатлар әр вақыт қаберсіз қала. Истина фаризаларының бақылмасы бойынша отырышының не вақыт олажағыны білейміз. Бізге кимсе бұны айтмай. Қырым фаалеріні Русия құвечелері былтыр ноябрь айында қанунсыз суретте Ахмеджетте тұтып алған еді. Олар жарарлықта қабатлана. Тұтылғанлар арасында Қырым татар милли әрекетінің ветераны 83 яшында Вадия Кашка да бар еді. Русия құвечелерінің мақсус амелияты вақтында Вадия Кашка кечінді. Январының 12-сінде Русия идаресі алтында чалышқан Қырымның Киев район махкемесі Вадия Кашка давасының 4 іштіракчысының тевқif мұдетіні да 2 айға ұзаттырған еді. Қырымда қанунсыз жыма күм етілген Украин Володимир Балух еле бірдемлек ақшамы Киевде кечерілді. Құқық қорғаушылар, көчіп келгенлер ве Қырым татар фааллері. 47 яшыны толдырған Балухқа қол тұтмақ үшін Қырым евінде топланды. Володимир өз доған күніне Ахмеджет СИЗОсында кечерді. Тәфсилатлы жа лепхамызда икея етілі. Сағлық ве сербеслік телеклері или варақалар ішғал етілген Қырым СИЗОсында бұлынған Володимир Балухқа берілежек. Хайырлар сөзлеріні әр істеген инсан яза білейді. Бұның әлі көрішівде саяси мабюсының тоғанларына пара топламақ үшін хайрие ярмарылығы кечерілді. Идеялік футбол қияда ойынжақны сатын алып бағыш етмеге мүмкін еді. Игрушки сделали. Oyuncaklarını көчіп келген insanlar ясады ве bu oyuncaklarının bir kısmı bugün Yaltadan getirildi. Bunu Kırımlı kadın yapıp Volodya için yiberdi. Oyuncaklar için para berip olğanlarının destegi Volodimir'nin ailesine verilecek. Yardım, advokatlar, SIZO'ga yolanmalıklar için masraf edilecek. Futbolkalar de aynı şey. Paranı bağışıttı futbolkanı almağa mümkün. Böylelikle Kurantasına yardım etmegi isteyimiz. Putin rejiminin sabık siyasi mabüsü Kırım Tatar Milli Meclisi reisinin muavini Ахтем Чийгоз Володимир Балух ile SIZO'da tanış oldu.
Когда мы с ним общались, Onun ile sübetlешкенде мемлекеттің ватандашы олмақ, devletнің ве халқның кебе қиметлер ақында лаф етейдік. Мында бізні ұнытмағаныңызны білейдік. Тәсүфке чоғы сорықтан түшейді. Бұ кебе зорлықларға азырды келеді. Балуха аферін. Оку корuyucular işgalci hakimiyetinin Kırım фермачысына қаршы ішні сәқтілігіні ақында білдіре. Переслідування Балуха почалось одразу після окупації. Балух Кырым işгалінден сон бірден тақыплерге оғрады евінде Украин байрағыны асқаны, işгаліні танымағаны ве Русия hakimiyetinin әрекетлеріне қол тұтмағаны себебінден. Башта ona қаршы меморий сон райси жинайы иш açıldı. Да бір иш Балухның өз евінде кок юзу қарамалары сұқағылев қачығыны асқанындан сон пейда алды. Бүтін бұл ішлер Украин тарафдары олғаны үшін сияси тақыплерідір. 2018 сенесі январь айында Кремль незареті алтында çalışқан Ақшейх район махкемесі Володимир Балухны 3 ел ве 7 айлық ерлешів колониясына макюм еткенеді. Истина фаризасының бақылмасына қадар фаал изоляторда қаладжақтыр. Ато зонасында вефат еткен опера ержесі Василь Слепак ақындаки фильм ойнатуға чықты. Фильм Киевде көстерілді. Или көстеруге миф, яни Евсанияның арби савдашлары да келді. Базалары жебеден доғру келгенеді. Весиқалы фильм дүния жинам қазанған уникаль сес сайыбы Украин опера ержесі Василь Слепакның Донбастаки өмірі вефаты ақында тарифеті. Опера саналарында муафақиетлі карьерасы құрылған еді. 19 ел давамында Франкистанда яшайды. Украина шарқында жең башлағанда есе гүнілі оларақ Донбасқа кетті. 2016 сенесі июнь айында Светлодарск районында мерген нишанжының құршынындан елек ола. Дивував, засмучував. Біздің жаштура айретте қалдыра, инжитайды, айран қалайдық. Оның іле бірлікте ағлай ве күлейдік. Васильның ағасы Орес Слепак бізге видео кетіргенде, біз бірінші сефер контратенорны ешеткенеді. Оның мешур контратенорны. Оны ilk сефер ешеттік ве ақиқатен теніміз тітреді. Юз кередінледік, акапелла ерлайды. Ве ярышларда әр вақыт ғалибе қазанғанны анлашы елайды. Фильмімізде сіз әм тоя-тоя күлерсіз, әм да ағларсыз. Бүгін Женеби Кореяның Пхенчхан шәрінде 23-ші қыш олимпик ойынлары башланды. Тедбірні Юнанистан спортчылары açты. Айда бұл мемлекет ilk сефер бөле ярышлар пейда алған еді. Сонра мемлекетлерінің темсілжелері серлеваларының Корея тілінде олғанына көре, елі бес арасынан шығып Украина жима тақымы елі едінші олған. Байрақны биотланжы Олена Петгрушна чықарды. Умумен мұклеслерінің үгінден дүнияның 92 мемлекетінден тахминен 3000 спортчу кележек. Олимпик ойынларының иштиракчылары 15 спорт чешетінден 102 медаль үшін күрешежек. Украинаның спортның 9 чешетінде 33 спортчу темсил етежек. Қыш ойынлары февральның 25-не қадар девам етежек. Бірінші ярышлар Олимпик ойынларының ресми açılışından evvel башланған еді. Татьяна Петрова Могул спорт чешетінде чықышында болынды. Обалы төпелі жаптан дағ лыжысының өнівде спортчу 29-й ярны қазанды финалға кірмек фырсаты бар. Бұның үшін февральнан 11-де иелер ұлнығына кірмек керектір. Ярын Украин спортчулары биотлонда, чана спорты ве лыжа қошуларында иштирак етежек. Бұл сонки хаберіміз еді. Яйынларымызны қачырмамақ үшін біздің Facebook сайфымызны тақып өте білесіңіз. UATV или олыңыз. Көрішкенжім.